Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі менің айтатын тақырыбым көк шайдың пайдасы. Видеоны көрмей тұрып, подписаться мәзірін басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Көк шай тек шөліңізді қандырып қоймай, денсаулығыңызды да ретке келтіреді. Дәрігер мамандар оның жүрек қан тамыр ауруларының ағзадағы әртүрлі сырқаттың алдын алатынын айтады. Алайда көк шай біреуге ұнаса, біреуге ұнамауы мүмкін. Алайда оның пайдалы тұстары өте көп. Мен бүгін сіздерге көк шай ішудің 10 себебін ұсынамын. Көк шай антиоксиданттардың қайнар көзі. Артық салмақтан арылуға көмектеседі. Өміріңізді ұзартады. Күйзелістің алдын алып, мидың жұмысын жақсартады. Қан қысымын төмендетеді. Егер темекі шегетін болсаңыз, өкпеңізді тазартады. Бауырыңызды алкогольді сусындардан қорғайды. Тістің шіруін болдырмайды. Иммундық жүйені жақсартады. Ағзадағы су теңгерімін қалыпқа келтіреді. Америкалық ғалымдар да көк шайдың адам денсаулығына әсері мол екенін анықтады. Оны бір бөлік лимонмен және бір шай қасық балмен ішуіңізге болады. Дүкен сөрелерінде тұрған қоспасы көп сусындарды ішкенше дертіңізге дауа болатын көк шайды ішуге кеңес беремін. Достар, менің видеом ұнаған болса, коммент жазып лайк басуды ұмытпаймыз. Және де менің каналыма жазылыңыздар.